Сіздерме, құрметті студенттер, менің аты жөнім Құдайбергенова Маржан Сәуітбекқызы. Мен сіздерге бүгін көктамыр инъекциясын тамшылатудың техникасын көрсететін боламыз. Ағзаға көктамырды енгізудің мақсаты көп мөлшердегі сұйықтықты енгізу. Одан кейін болатын асқынуларды білуіміз керек. Гематома, одан кейін дәрілік зат шатастырып енгізу деген болады, тромбофлебит болады, аллергиялық реакция болады. Одан кейін жалпы осы асқынулар болмас үшін негізгі алдын алу шараларын білуіміз керек. Ол асептика, антисептик ережелерін сақтау және техникалық тұрғысынан көктамыр инъекциясын дұрыс орындау. Саламатсыз ба? Мен бүгінгі кезекші мейірге Құдайбергенова Сабинамын. Сіздің аты жөніңіз Әбілқасым Дина ма? Иә. Мен бүгін сізге көктамырыңызға тамшылату инъекциясын жасайын деп едім. Өз рұқсатыңызды бере аласыз ба? Иә, жақсы. Онда мен заттарымды түгендеп, дайындап келгенше, сіз қолыңыз бен ішек жолдарын босатып қойсаңыз. Рахмет. Дәрігердің тағайындауы бойынша дәрілік препараттарыңызды түгендейміз. Дәрілік препаратыңызды алып болғаннан кейін қажетті заттарымызды түгендейміз. Маған керекті заттар ол бізде міндетті түрде жуу, ластер және де спиртті мақта шариктері. Дәрілік затымыз және де бір реттік қолданылатын системалар және де арнайы стерильді перчатка. Міндетті түрде біз стерильді перчатканы жарамдылық мерзіміне және де бүтіндігіне көз жеткіземіз. Арнайы қолданылатын системаны да бүтіндігіне және де жарамдылық мерзіміне көз жеткізуіміз қажет. Бәрін түгенделіп алғаннан кейін перчаткамызды дайындап түсеміз. Біз 151-ші бұйрық бойынша қолымызды өңдейміз. Енді мен стерильді перчатканы киіп, дәрілік ерітіндіні енгізуге дайындаймын. Процесс бітті. Tamam. Қолыңызбен жұмыс істеңіз. Өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Жақсы сезім. Система жақсы тамшыланып жатыр. Мен қарап, келіп тексеріп тұрамын. Сіз уайымдамаңыз. Бүгінгі ем-шара аяқталды. Сау болыңыз, ауырмаңыз. Сау болыңыз. Біз 151-ші бұйрық бойынша қолымызды өңдейміз.
Үй тапсырмасы студенттер алгоритм бойынша жеке жағдайларыңызды қалыптастыру, одан кейін бақылау сұрақтарына жауап беру.